достар, бүгін мен дәмді сәбіз тортын дайындаймын. Тортымызды дайындау үшін електен өткен ұнға разрыхлитель, корица, тұз, сода қосып араластырамын. Бөлме температурасындағы жұмыртқаға қант, ванилин қосып, 5 минут уақыттай жеңіл ақшыл түске дейін миксермен араластырамыз. Жұмсақ бөлме температурасындағы сармай қосып араластырамыз. Сұйық май құйып, жақсылап шайқаймыз. Сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Үш бөлікке бөліп, ұн қоспаны қосып араластырамыз. Соңында үкіштен өткізілген сәбізімізді қосып араластырамыз. Қалауларыңыз бойынша қуырылған грек жаңғағын қоссаңыздар да болады. Формамызды пергамент қағазымен төсеп аламыз. Қамырымызды 3 бөлікке бөліп, формаға құйып, қыздырылған духовкада 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Қоржымыздың піскенін ағаш таяқшаларымен не болмаса зубочисткамен тексеріп алыңыздар. Қоржымызды формасынан алып, толығымен суытып аламын. Осылай 3 қоржымызды пісіріп аламын. Салқындатылған сливкемізді жақсылап шайқап, шетінде жиналып тұрған майларды түсіреміз. Таза ыдысқа сливкені құйып, орташа скоростта миксермен шайқаймыз. Қантты басында қоспағанымыз жөн. Сливкені басында фена пайда болғанша орташа жылдамдықта миксерлейміз. Фена пайда болғаннан кейін екі скорост қосып, формасын қойып, сливкені миксерлейміз. Міне осылай сливкеміз өзінің формасын ұстау қажет. Тортты жинағанда түзу болу үшін кольцо қолдандым, бірақ бұл міндетті емес. Консервірленген ананас сиропын торждарға жақтым, сол кезде тортымыз ылғалды болады.
консервадағы ананасты кесіп крем бетіне орналастырдым. Коржымыздың бетіне крем жағып, тоңазытқышқа кемінде 2 сағатқа қойып қоямын. Тортты берер алдында бетін жемістермен әсемдедім. Сәбіз тортымыз дайын. Каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Әйгерім. Астарыңыз дәмді болсын.